Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етсіз өте ерекше тамақ жасайтын боламын. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ең бірінші осындай пияз қажет болады. Пиязымызды жақсылап, ұсақтап турап алатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырғанын көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді бізге сәбіз қажет болады. Сәбізімізді осылай тёркіден өткізіп алатын боламыз. Бұл сәбіз үлкендеу болғандықтан жартысын ғана тёркіден өткіздім. Осы аралықта өздеріңіз көріп тұрғандай картошкамызды осылай суға қайнатып пісіріп аламыз. Және де күрішімізді осылай суға қайнатып пісіріп аламыз. Тағамымызды қыздырып, оның үстіне ұсақтап тураған пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін үстіне ұсақтап тұрған сәбізімізді бір 10 минуттай қуыратын боламыз. Осы аралықта біздің картошкамыз пісіп дайын тұр екен. Осыны осылай езгішпенен жақсылап езіп алатын боламыз. Қияр дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Ол жұмыртқаны жақсылап араластырып, үстіне жарты қасық шай қасықпенен сода салатын боламыз. Және де тұз саламыз. Бір қасық толтырып тұз салып, үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай бір пиала сүт қостым. Осыны жақсылап араластыратын боламыз. Описанияда қанша мөлшерде қанша кететін бәрін жазып кететін боламын. Енді осының үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай 3 қасық ұн қосамыз. Ұн қосып жақсылап араластыратын боламын. Қою масса болу керек. Осылай езіп болған картошкамыздың үстіне үлкендеу қасықпен бір қасық тұз салып, бір қасық қара бұрышымызды салып, және қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Күрішіміз піскен күрішімізді осылай саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осыны жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған картошкамызды осылай өздеріңіз көріп тұрғандай домалақтап, болмаса сопақша қылып, өздеріңіздің қалауларыңызша осылай жасасаңыздар болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген видеолар бар, және де алдағы уақытта осындай керемет, пайдалы видеолар түсіретін боламын. Сол үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай қиярымызға салып, аунатып алып, пісіретін боламыз. Қиярға аунатып пісірген тағамымыздың сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып өте дәмді болып піседі. Пісіп тұрған майымызға осылай екі бетінде осылай пісіріп алатын боламын. Біздің ерекше тамағымыз осылай толықтай дайын болып шықты, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға көп рахмет, қош сау болыңыздар.